Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстандағы мұздықтардың еруі. Жаңа сөздер: жоғарылау, тау бөктері, мұздықтар, қысқарған, жорамалдау, өзендердің ағысы, әсер ету, ауа алмасу, шығын. 8-ші тапсырма. Төмендегі ойлармен келісесің бе, келіспейсің бе? Бірінші, ғаламдық жылыну жаңбырдың мөлшеріне және ауыл шаруашылығына кері әсер етуде. Екінші, Қазақстан жерінің 3/2 бөлігі шөлейттенген жоқ. Үшінші, ауа алмасуы полюстер мен экватордағы температураның әртүрлі болуына байланысты. Төртінші, полюстердің жылынуына, ауа алмасуына әсер етпейді. Бесінші, кей жерлерде ыстық болуы, кей жерлерде тропикалық жауын жаууы полюстердегі ауа райына байланысты емес. Алтыншы, Қазақстанның климаты мен табиғаты әралуан. Жетінші, еліміздің ауыл шаруашылығы, энергетика, су ресурстары метеорологиялық болжамдарға тәуелді. Сегізінші, уақытында айтылған болжам арқылы апаттардың алдын алуға болады. Бағалау парағы. Төмендегі ойлармен келісетіндігін айтады, 1 ұпай. Себебін түсіндіреді, 1 ұпай. Төмендегі ойлармен келіспейтіндігін айтады, 1 ұпай. Себебін түсіндіреді, 1 ұпай. 9-ші тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Мәтінді оқы. Көп нүктенің орнына мәтіннен қажетті сөздерді тауып, сөйлемдерді толықтыр. Қажетті сөздер: жоғарылаған, бөктеріндегі мұздықтар, жорамалдайды, шындыққа айналса, экологиялық өзгеріске, өзендердің ағысына. Бірінші сөйлем: 1936 жылмен салыстырғанда 2005 жылы Қазақстанда ауаның температурасы, қажетті сөзді қоямыз. Екінші сөйлем: соңғы 50 жылда Іле Алатауының солтүстігі, қажетті сөзді қоямыз, азайған. Үшінші сөйлем: ғалымдар күн жылына берсе 21 ғасырдың ортасында 6 градусқа жоғарылайды деп, қажетті сөзді қоямыз. Төртінші сөйлем: бұл жорамал, қажетті сөзді қоямыз, Қазақстан үшін үлкен апат болады. Бесінші сөйлем: 75% аумағы, қажетті сөзді қоямыз, ұшыраған. Алтыншы сөйлем: мұздықтардың азаюы, таулы, қажетті сөзді қоямыз, әсер етеді. Жетінші сөйлем: қажетті сөзді қоямыз, су қорының тартылуына әсер етеді. 10-шы тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Тиісті қосымшаларды жалғап, сөйлемдерді аяқта. Қосымшалар: ған, ген, қан, кен. Елімізде ауаның температурасы жоғарыла, тиісті қосымшаны жалғап жазамыз. Ауа температурасы 10 жыл сайын 0,31 градусқа жылын, тиісті қосымшаны қойып жазамыз. Іле Алатауының солтүстік бөктеріндегі мұздықтар азай, тиісті қосымша. Ғалымдар ауа райы жоғарылайды деп жорамалда, тиісті қосымша. Қазақстан аумағының 75% экологиялық өзгеріске ұшыра, тиісті қосымша. Мұздықтардың азаюы таулы өзендердің ағысына әсер ет, тиісті қосымшаны қойып жазамыз. Бағалау парағы. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, көшіріп жазады, 2 балл. Сөйлемдегі сөздердің мағынасын түсінеді, 1 балл. Тиісті қосымшаларды жалғап сөйлемді айтады, 1 балл. Сауатты жазады, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.